Жобасы жарнамадан оралдық. Дананың қолында белгі. Дана дейді, теңеу дейді. Ал студияда Фархат, демек бір қыз қуанат. Микрофон, қызыл раушан, екі жүрек. Бұл гүл шоқтары қолдау ретінде жіберілген бауырларынан Моляға. Қолдаушы бауырлары інілерінен әпкесіне деген құрметі. Керемет. Ортада бізде Серік және Бұлбұл. Я? Я, Диана ханым. Мөлдір алғыс айтып алайыншы дейді. Я, көп рахмет айтқым келіп отыр бауырларыма. Сіздердің бар болғандарыңызға шүкір. Кеше мен жылап қалған кезде қатты уайымдады да, қойшы олай жыламаш деп менімен бірге жылап. Сіздерді қатты жақсы көремін. Рахмет көп. Қандай күшті. Шерхан. Я, Диана ханым, енді Данияр айтып жатыр ғой, бұл типа мисс үшін істеп жатсыңдар ма, осы нәрсенің бәрін деген сияқты. Данияр, сен сол нәрсені қараш, Айдана қойдың басын салғанша осындай жақсылық жасап видео салған дұрыс емес па, конкретно келгенде. Сендер сол нәрсені Айданаға айтуыңның орнына Бұлбұлға не үшін оны тиістіріп айтып жатсың. Айданаға айт, біз жақсылық жасайық, видео салайық деп. Зачем оны сен басқа біреудің қызына барып айтасың? Жоқ, негізі мынандай нәрседе басқа байланысты оны біреулер жіберген болатын. Негізі де ол білмеймін не үшін оны жіберген. Мен ол мәселенде ол салар алдында ол білген жоқ қой. Бас келді, давай сол видеоға салайық деген әңгіме болған жоқ. Ол просто айтты да, сол жіберген адамдар айтыпты. Сен давай ашар алдында видео сал дегеннен кейін бұл енді сала салған ғой, болды. Иә. Және де кім Шерхан айтып жатса, неге сен үйтіп айттың деп. Просто мысалы білмеймін енді мен жеке ойым сондай болғаннан кейін Диана ханым мен сөйтіп айттым. Мысалы мен өзім жақсылық жасайтын болсам, мен оны жарияламаймын. Мен оны просто жасадым, болды. Аллахтың алдында мен просто сөйтіп жақсылық жасадым деген сияқты ғой, болды. Жоқ, Диана ханым, мені турандай бір Шерхан болсын, басқалары болсын турандай. Бізді жау көресіңдер ма әлде Данияр екеумізді? Именно бізге қайта-қайта тақалып, қадалып, сен бүйттің. Бұл жерде кім пікір айтпай жатыр? Осы жерде мен ортада отырған кезде маған талай пікір айтылды. Сен осы үшін отырсың, мен үшін андайсың, мындайсың. Сіздер что-то почему-то ол кезде еш қайсыларыңыздың тараптарыңыздан бірді қолдау жоқ, біз Айдананы танимыз ғой. Сыртта айтарыңызды айтып аласыздар, осы жерде болса тек қана мені жаман жақтан көрсету. Так что ондайдың қажеті жоқ. Мен өз пікірімді айттым. Если вдруг біреуге тиіп кетсе, значит, я не виновата в этом. Енді Айдана, сендер жақсылықты жоққа шығарып, как будто халыққа сондай ой салып. Мен айтты болғаны. Жоқ, жалпы айтып жатыр, сен өзіңе қабылдап жатсың ол нәрсе. Жоқ, сен Даниярға қара. Жақсы, былай да мәселе, сен айтып жатырсың Даниярдың пікірі, я? Неге мен Даниярдың пікірі үшін неге мен жауап беруім керек? Біріншіден, оны Данияр айтып жатыр, я? Егер де действительно ол Даниярдың пікірі бойынша желтоқсаннан бастап жасалатын жақсылық неге именно қазір жасалынып жатыр дегендей болды. Все. И вы точно так же артта отырып алып то же самое говорите, но почему-то микрофон алған кезде басқаша сөйлейсіздер. Өйткені неге кішкене ар жаққа біріндей басқаша бір ой тастау. Егер сіздерде ой тастау, Айдана жаман, вот Айдана осылай айтып жатыр болса, тастай беріңіздер. Маған, честно говоря, бәрібір екен. Диана ханым, айтып өтейін ба, негізінде жаңа айтып жатыр ғой, декабрьде бастадыңдар, не үшін сол кезде істемедіңдер деп. Негізінде байқап қарасаңыздар, декабрьден бері қарай көптеген өздерінің араларында ұрыс-керіс болып қалып жүрді, келіспеушіліктер. Соған байланысты деп ойлаймын, және де балалар енді жаңа сөйлескен адамдары бір келісім шартқа дұрыс отыра алмай қалғандай болып қалды. Сол себептен және де дәке енді Айдана сіздерге бір махаббаттарыңызға ешқандай күмән жоқ ешкімде. Бірақ жақсылық жасап жарысқан дұрыс деп ойлаймын. Бұл кісілер жасады ма, сіздер де айтып қойған жасаңыздар. Сол кезде нормально. Мисс болса бұл болатын неге өйткені халықтың алдында жақсы нәтижемен кетіп жатыр осылай жобасы. Диана ханым, менің ойымша қайырымдылық жасады ғой енді. Қайырымдылық жасап оны видеоны салса да, салмаса да, ол адамдардың қуанышына себепкер болды ғой. Бұл факт. Сондықтан менің ойымша ол видеода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Ең бастысы адамдарға қайырымдылық жасап, олардың көңілін көтеру деп ойлаймын менің ойымша. Де ойлаймын, шынымен де егерде жақсылық жасап, видео салған болса, в этом нет ничего плохого, это же хорошее, это добро, это они как бы пример для других людей, чтобы мы тоже делали добро. Я в этом ничего плохого и не вижу, Данияр. Если ты можешь, то ты тоже делай добро и закидывай к себе в сторис деген сияқты ой. Я айта кетейінші, сабыр Айдана. Негізі, Серік пен сабыр түбі сары алтын деген бір қазақта сөз бар, Айдана. Я не трогаю я тебя. Ақтөре, сіз байқайсыз ба, сіздің орыс тіліңіздің деңгейі кәдімгідей күн санап артып жатыр. Да, серьезно. Это қосылайық, спасибо за это. Біз бірақ қосылайықта қазақша сөйлейміз ғой. Қосылайық. Қазақша сөйлей деген қой құрсын. Негізі Диана ханым, мен негізі оқимын ғой, білемін. Негізі кіммен Секамен жақсылығын жасап жатыр ғой. Енді Данияр сен айтып жатсың ғой, неге салып жатсыңдар деп. Сендерге айтайын. Осылардікі дұрыс.
Сендердікі неге дұрыс емес? Сендер прямой эфирде қол ұстасып, кіндіктерің жабысқанда жабысып отқанды көрсеткенше, жақсылықтарыңды көрсетіңдер осындай. Негізі қол ұстасқан бар я, Диана ханым, егер де бір ерсі болып қалса кешірім сұраймын, бата кіндікпен біз неғылған жоқ, біз сен кажется көзін дұрыс көрмейтін сияқты по идее. Сосын барша айтып жатыр ғой, негізі мен просто өзім ойындайтын, Диана ханым, иә, мысалы мен де ол жақсылық жасаймын, иә. Бірақ просто енді кім секада айтып жатыр ғой, қаншама мәселелер болды, бізде мүмкін уақыт болмады көрсеткеннен кейін. Мен просто осы ситуацияға бола, мисқа бола, жай өз ойымды айттым. Неге именно сол уақытта көрсеттіңіздер деген сияқты, иә. Жоқ, дәп бұл жұпа тиіспей-ақ қойық деп айтқым келеді. Әркімнің өздерінің бөлек историялары бар, және де қалай махаббаттарын бір-біріне білдіреді, олардың өздерінің шаруасы деп ойлаймын. Және де біз ол обязательно бізді